Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның ішкі сулары. Қазақстанның ішкі сулары дегеніміз не? Қазақстанның ішкі суларына өзендер, көлдер, батпақтар және жерасты сулар кіреді. Олар халық пен экономика үшін тұщы судың негізгі көзі болып табылады. Бұл сулар ел аумағының шамамен 1%-ын ғана алып жатқанымен, олардың шешуші маңызы өте үлкен. Олар тіршіліктің және экономикалық дамудың негізі қалайды. Сонымен қатар Қазақстанның ішкі суларының өзендеріне келетін болсақ, Ертіс, Жайық, Сырдария мен Талас жатады. Елдің ең ірі өзені, оның Қазақстан аумағындағы ұзындығы 1600 км. Батыс Қазақстан үшін маңызды су жолы және су көзі. Сырдария мен Талас оңтүстік аймағының өзендері Арал теңізін толтырады. Келесі көлдер мен су қоймаларына келетін болсақ, Балқаш, мысалы, тұщы және тұзды су бар бірегей көл, Балқаш. Ал Зайсан және Алакөлге келетін болсақ, елдің шығысындағы маңызды су айдындары, олар аймақтың экологиялық тепе-теңдігі үшін өте қажет. Сонымен қатар Қазақстанның жерасты суларына келетін болсақ, Қазақстанның құрғақ аймақтарында жерасты сулары ауыз судың негізгі көзі болып табылады. Олар ауыл шаруашылығында әсіресе суармалы, егіншілік, сондай-ақ өнеркәсіптің кеңінен қолданылады. Және су ресурстарын реттеу және басқару дегеніміз Қазақстан Республикасының су кодексі 2003 жылы, ал арнайы су пайдалану және су объектілерін қорғау нормативтері құрылған болатын. Сонымен қатар бізде ішкі сулардың экологиялық проблемаларына келетін болсақ, тұздану және су деңгейінің төмендеуі. Қазіргі таңда құрғақшылық және шөлейттенуі өте қауіпті. Сонымен қатар тұздану және деңгейінің төмендеуі экожүйелерге елеулі қауіп төндіреді. Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық ағындағы сулармен ластану, зауыттар мен шаруашылық шығындарын ағынды суларға әсері. Сонымен бізде қорғау және ұтымды пайдалану шараларына келетін болсақ, тазарту қондырғыларын орнатып, суды тазарту технологияларын енгізу қажет. Суды пайдалану және бақылау реттеу дегеніміз арнайы рұқсаттар негізінде суды ұтымды пайдалану қажет. Трансшекаралық өзендер бойынша халықаралық ынтымақтастықты жасауымыз қажет, және Ертіс және Жайық сияқты өзендерді бірлесіп халықаралық ынтымақтастық ретінде басқаруымызға болады. Келесі болашақ сын-қателіктер және тұрақты даму дегеніміз өсіп келе жатқан жүктеме халық саны мен өнеркәсіптің өсуі су ресурстарының жүктемесін арттырады. Инфрақұрылымды жаңғырту, суды пайдаланудың тиімділігін арттыру және инфрақұрылымды жаңарту қажеттілігі. Және бізді экожүйелерді сақтау, келер ұрпақ үшін су экожүйелерін сақтаудың маңыздылығы болып табылады. Яғни қорытындылай келе, су Қазақстанның гүлденуінің кілті. Ішкі сулар елдің стратегиялық ресурс, мемлекеттің, ғылымның және қоғамның бірлескен күш-жігері оларды сақтаудың кепілі болып қарайды. Бүгінгі сабақта біз Қазақстанның ішкі сулары бойынша талдайтын боламыз.